Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін ерекше тәсілмен варенье жабамыз. Тағы да пайдалы рецепттер бар каналымда. Каналыма тіркеліңіздер. Сол кезде бірінші болып көресіздер жаңа видео рецепттерді. Алхордан жабамыз бүгін. Алхордың түр-түрі көп. Осында менде майда түрі. Алхордың килограммы менде 9 килограмм. Бірінші алхорны осындай таяғынан ажыратып аламыз барлығын. Ажыратып алған соң жақсылап сумен жуамыз. 2-3 рет жуып аламыз алхорымызды. Осымен алхорымыз дайын. Бірінші сироп жасаймыз. 2 литр суға мен 7 килограмм қант салдым. 7 килограмм. Осының барлығын араластырып, газдың астын жағамыз және қайнатамыз. Осылай қайнап шығады. Көп қайнағаны дұрыс, сироп сияқты болып шығады видеодағыдай. Осылай. Менде ыдыс кішкентай болған соң мен 2 ыдысқа сиропымызды бөлеміз. Бөліп болған соң алхорымызды салып қайнатамыз орташа отта. Алхорны қайнағаны қатты қайнатпаймыз. Қазір видеода сіздерге көрсетемін, қалай қайнап шығу керек екенін. Міне видеода көріп тұрғаныңыздай, осында көпірік пайда болып, енді қайнайын деген кезде газдың астын өшіріп, міне тағы да енді қайнап келе жатыр. Газдың астын өшіремізді, бетін жауып, бір түнге қалдырамыз. Мен азанды кеш 2 күн осылай қайнаттым. Сіздер де солай қайнатыңыздар. Сол кезде езілмей, әдемі, дана-дана болып түседі. Ерекшелігі осында, осы вареньенің. Осымен біздің міне тағы да 2-ші күн қайнатуым. Осылай кішкене қайнаған кезде тағы бетін жауып қоясыздар. Кешке тағы бір қайнатып, сосын вареньемізді жабуға кірісеміз. Банкамызды алдын ала жуып дайындап, стерилизациядан өткіземіз. Қайнап тұрған кезінде банкамызге құйып жабамыз. 9 кило алхорыдан менде 12 литр шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, осы тәсілмен кеңес беремін. Егер видео ұнаса, каналыма тіркеліңіздер, сол кезде бірінші болып көре аласыздар жаңа видео рецепттерімді. Тағы да пайдалы рецепттер бар каналымда. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет.